Сәлем баршаға. Бүгін сіздермен осындай тауық қанаттарын дайындайтын боламыз. Осылай әдемі, таза піседі. Жасап көріңіздер. Ол үшін тауық қанаттарын алып бөліп алдым. Сосын шанышқына тауық қанаттарына батырып алдым. Себебі тұздары жақсы сіңу үшін. Осы салып, үстіне тұзымызды, қызыл бұрышымызды өзіңіздің қалауыңыз бойынша, сосын паприка салдым. Түс беру үшін осы салып, жақсы араластырып, үстінен бір бокал су қоямыз. 2 сағат бетін жауып қойып қойсаңыздар өте дәмді болады. Менікі 1 сағаттай тұрды. Осылай бетін жауып қоямыз. Енді оны судан шығарып, тостақтағы суды төкпейміз. Енді ұнымызға жаңағы тауық қанаттарын аунатып аламыз. Қайтадан жаңағы суға бір алып, ұнға қайтадан батырамыз. Майға салып, жақсы қуырып аламыз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осылай жасасаңыздар болады. Ас болсын, жасап дайындап көріңіздер.